Мен мұнай саласына кіргеннен бастап осы мұнай бұрын Құлсары мұнай газ, артынан Жылой мұнай газ болған мекемеде айттым ғой көбірек жұмыс жасадым деп. Концерт бола ма, қоғамдық осындай бір жиналыстар бола ма, бәріне бірге қатысып атсалысты. Тағы керек болатын болса Атырауға, Алматыға дейін жаңағы жарысқа барған күндеріміз болды. Алматыға мұнайшы дегеннің өзі мамандық. Жер астынан 7 қат мұнай өндіріп, оны отанға беру. Мұнайшы деген атақтың өзі, кім болмаса десе, мұнайшы деген сөздің өзі едәуір үлкен дәреже. Қазір енді мамандық көп қой, енді мысалы қазіргі заманда технологияның жетіскен заман, бүл компьютермен отырмыз, барлығында бар, бірақ мұнайшы соның ішінде жер астынан мұнай өндіру үлкен еңбекті қажет етеді, үлкен еңбекті. Бұл жер астынан мұнай шығару, мана мен сыртта қарап отырмын, насостың түрлері, бәрі де сол мұнай саласынан мұнай өндіру үшін арналған жабдықтар ғой. Амантай бәрін көрсетіп жатыр, мынандай. Шындығында жер астынан мұнай өндірудің өзі, мұнайдың барлық технологиясын білуің керек қой енді, қызықты болу үшін. Жаңа жер астынан қалай алынады, немен алынып жатыр, свойствосы қандай, құрамы қандай, қанша тереңдікке жіберіп, қандай насос жіберіп, қандай качалкамен алынып жатыр, қанша качение болып жатыр. Айта берсек әңгімесі көп мұнай саласының. Шындығында мұнай қызықты болу үшін мұнай саласына сен өзің зердеңді қойып, соған бет бұруың керек. Сонда ғана сен мұнайшы боласың. Қанша ой бүйтем ғой, барам ғой, мұнай өндірем ғой деген әңгіме болмайды. Оқыну керек, іздену керек. Рахмет. Енді сөйтсіз скважина ең бірінші Қосшағылда ашқан скважина күніге суткісіне 225 тонна фонтанный штуцерменен мұнай берген скважина. Бұл кезде жан-жағының бәріне оның қазір белгі бар, ескерткіші қойылды. Өткенде осы Қосшағылдың 90 жылдығы деп жатыр, мұнда да бар, бүкіл үлкен кісілер бар, жаңа басына бар, фотоға түсіп, әлі сол скважинаның орны сақтаулы, 6 литрлі скважина бар. Жаңа Амантайдың айтып отыр, шындығында бұл технология бізге соңғы кезде дамып тұр. Әуелгі кезде жаңағыдай қолмен жасау, бірдеңені істей қойшайшы, жасай қойшайшы деген әңгіме көп болды. Мән берген жоқ шындығында. Көбіне мән берген жоқ. Айтып отырмын, каритаға май құйып қойып, тамақ ішеміз деген қазір айтса жоқ, күлетіндей заман, бұндай заман басымыздан өтті енді. Жаңа жетістік дегенде де жетістіктер шүкір, сондай мұнайдың арасында жасағасын жерде біздің еңбегімізді бағалаған үкіметке де рахмет. Жабылқаудың қамын ет, берейін деп Құдайсыз біраз ғана сабыр ет. Көп қылсын, көл қылсын, таусылмайтын мол қылсын деді. Жастар бақытты болыңдар, білімді болыңдар. Сол білімнің жетістігін өздерің көре беріңдер. Ұлағатты ұстаз, қала берді үлкен атақты мұнайшы болуларына тілектеспін. Ал түсін Алла.